Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Нұх пайғамбар. Нұх оған Алланың сәлемі болсын, 40 жасқа толғанда оған пайғамбарлық беріледі. Құранда әлбетте біз Нұхты еліне жібердік деген аятта осы пайғамбарлықтың берілгендігі айтылған. Худ сүресі 25 аят. Өзіне уақи келгеннен бастап пайғамбарлық міндетін атқаруға кірісті. Халық алдына шығып дінді ашық жар салуға көшті. Бірақ қараңғы ел Нұхтың сөздеріне құлақ асқысы келмеді. Қайта қасарысып, табынған пұттарынан әсте бас тартпауға бекінді. Сен өзіңді пайғамбармын дейсің, бірақ бізден не айырмашылығың бар? Сен де біз тәрізді адамсың ғой деп даурықты. Сырт қарағанда пайғамбар да адам еді. Бұны өзі де айтатын. Иләхи заңдылық сол, хақ тағала елшілерін адамдардың өз арасынан таңдайды. Өйткені жер бетінде ғұмыр кешіп жатқан періште емес, жұмыр басты адамдар болатын. Егер олар періште болғанда, онда жер бетіне періште пайғамбар жіберілер еді. Ай емес, жыл емес, талай ғасыр өтсе де, Нұх оған Алланың сәлемі болсын, насихаттан жалықпай өз міндетін атқара берді. Нұх оған Алланың сәлемі болсын, оларға 950 жыл бойы қажымай талмай ақиқатты насихаттады. Ақырында олардан бір жола күдер үзген шақта былай деп дұға жасайды. Я Раббым, мен мына қиянатшыл елден жеңілдім. Енді уәде еткен көмегіңді көрсет. Олардың бұдан кейін иманға келуі әсте мүмкін емес. Аллахым, жарлығыңды шығарып, мені де, үмбетімді де мынадай жүректеріне мөр басылған залым елден құтқар. Залымдарды тұтастай жермен жексен қыл. Худ сүресі 28 аятта делінеді. Сол кезде Нұхқа, ей Нұх, көз алдымызда жарлығымыз бойынша кеме жаса. Сосын жер мен көктің астан кестеңі шыққанда залымдарға аяушылық жасап, маған жалбарынушы болма, өйткені барлығы түгел жермен жексен болып құрдымға кетеді дейді. Худ сүресі 37 аят. Нұх пайғамбардың кемесі. Нұх оған Алланың сәлемі болсын, пайғамбар дереу үмбетін жинап, қажетті құрал-саймандарын сайлап, Жәбірейілдің нұсқауымен кеме жасай бастады. Жоғарыда айтылғандай, пайғамбарлар ақыретке қатысты нәрселерді үйретумен қатар өркениеттің де дамуына үлес қосқан. Керек десеңіз, өркениет пен мәдениеттің негізін пайғамбарлар қалады деуге негіз бар. Осы себепті Нұх пайғамбар да алғаш рет кеме жасап, адам баласының су бетінде жүзуіне із салып кетті. Өйткені бұл кеме тікелей хақ тағаланың Жәбірейіл періште арқылы жіберген бұйрығы бойынша жасалды. Құранда айтылғандай, әрбір шегесіне дейін уахи арқылы қағылды. Худ сүресінде ишарат етілгендей, ғалымдар кеменің ішінде арнайы пеш пен су қайнататын қазан болғандығын айтады. Яғни, кемелердің атасы атанған Нұх кемесі бұл арқылы жүзген деуге негіз бар секілді. Нұх оған Алланың сәлемі болсын, өзінің үмметімен бірге кеме жасап жатқанда, кәпірлер оны келеке мазаққа айналдырады. Олар, ей Нұх, саған өзі не болған? Пайғамбармын деп бізді дінге шақырушы едің. Еш нәтиже болмаған соң бәрін тастап ағаш ұстасы болғансың ба? Пайғамбарлықтан гөрі ағаш жонуды тәуір көрдің-ау деймін деп, айыздары қана әбден күледі. Олар Нұхты да иман келтіргендерді де өздерінен төмен санап қор көрді. Өйткені өздерін зиялы санап, шын ақиқат жолдамыз деп ұғынатын. Сол себепті 1000 жылға жуық үгіттесе де Нұхтың дініне назар аудармады. Шайтан мен нәпсі бұған мойын бұрғызбады. Сондықтан да жалғыз Құдайға бас июден қашып, есесіне тастан жасалған пұттарға табынды. Нұх оған Алланың сәлемі болсын, кеме жасап жатқанда қауымы, мұнда теңіз тұрмақ, өзен де жоқ. Сен кемеңді қалай жүргізбексің? Әлде бір жерден су тасып, теңіз жасамақ ойың бар ма деп мысқылдайды. Өйткені олар хақ тағаланың құдіретінен бейхабар еді. Аллах тағала қаласа себепсіз де нәтиже береді. Міне, бұл кәпірлер де Нұхқа күле қарап, дүние өзгерместей көрді. Олар пайғамбарды келеке еткенде, Нұх оған Алланың сәлемі болсын, сендер бүгін бізді мазақ етсеңдер, күн ертең біз де сендерді мазақ етеміз. Көп ұзамай мәңгілік азаптың кімге келетінін көретін боласыңдар деп жауап қатты. Осылайша күндер күліп, айлар аунап өтіп жатты, кеме де дайын болды. Кейбір деректерде
Кеменің 2 не 4 жыл құрастырылғандығы айтылады. Кеме жай ғана кеме емес, үйдей толқындарға төтеп бере алатын алып кеме еді. Оның 3 қабаттан тұрғандығы айтылады. Аллах Тағала Нұх пайғамбарға кеме жасатып біткенде топан судың басылатындығын білдірді. Сондықтан Нұх пайғамбар әуел бастан кемеге мінуге әзірлік жасап қойған еді. Күні бұрыннан сол аймақтағы жан-жануарлардан бір жұптан жинады. Алдымен жан-жануарларды арнайы әзірленген орындарға орналастыруға бұйрық берді. Артынша көп уақытқа жететін азық-түліктерді тиеттірді. Ақырында өзімен бірге мұсылмандар да Аллахтың атын айтып кемеге мінді. Құранда бұл жайлы былай делінеді: ол кемеге әр нәрседен бір жұп және опатқа ұшырайды деп үкім етілгеннен тыс отбасыңды орналастыр, әрі иман келтіргендерді де ал дедік. Негізінде онымен бірге иман келтіргендер өте аз ғана еді. Нұх, кемеге отырыңдар, оның жүруі де тұруы да Аллахтың атымен. Расында Раббымыз аса кешірімшіл әрі рақымшыл деді. Худ сүресі 40-41 аяттар. Аятқа зер салсақ, мұсылмандардың өте аз болғандығын ұғамыз. Тіпті кейбір деректерде кемеге мінген адамдардың саны бар жоғы 80-ге де толмағандығы айтылады. Яғни Нұх пайғамбар халқын 1000 жылға жуық дінге шақырғанда осыншама адам ғана иман келтірген. Нұхтың, оған Алланың сәлемі болсын, баласының суға батуы. Нұх пайғамбар үмбетін ертіп аман-есен кемеге мінген кезде көп ұзамай жер бетін топан су баса бастады. Жер асты сулары бұрқақтап атқылап жатқанда бұрын-соңды болмаған дауыл тұрып, аспан астын қою қара бұлт торлап, найзағай ойнап, жауын құйып кетті. Жауынның көп жауғаны сонша ел шын мәнінде асып-сасып бастады. Бұл алапат сұмдық қаһар иенің 1000 жылдай иманға келмей қасарысқан елге жіберген апаты болатын. Бұл пәлекеттен құтылудың бір-ақ жолы Нұхтың кемесіне міну еді. Алайда оған міну мұсылмандарға ғана нәсіп болған. Көп ұзамай жер бетін топан су қаптап, оның үйдей толқындары жартастарды соққылап жатты. Бір кезде Нұхтың көзіне сол толқындар арасында алға ұмтылып, бір батып, бір шығып жанталасып жүзіп бара жатқан бір жас жігіт оттай басылды. Нұх пайғамбар оның өз баласы Кенан екенін бірден таныды. Нұхтың бірнеше баласы бар еді, бірақ осы баласын өзгелерінің бәрі мұсылман күйде кемеге мінді. Тек Кенан ғана ғасырлар бойы қасарысып, сөзін тыңдамай қойған болатын. Нұхтың, оған Алланың сәлемі болсын, отбасында Кенанмен қатар өз әйелі иман келтірмеген болатын. Тіпті ол кәпірлерге жақтасып, Нұхты сөзден тұқыртып, аяғынан талай мәрте шалуға тырысқан. Кенан сірә анасының сөзінен шыға алмаса керек. Бір жағынан пайғамбарлық мейірімі, екінші жағынан әкелік шапқаты түсіп, қатты жаны ашыған Нұх баласына: «Ей балам, бізбен бірге кемеге мін, кәпірлерді таста», деп айғайлайды. Худ сүресі 42 аят. Кенан сол кезде ақырғы мәрте әкесіне қарады. Бәлкім өлімнен қорқып мінгісі де келген шығар. Бірақ ол кемеге мінудің шарты мұсылман болу еді. Ол әкесіне: «Жоқ, мен ол кемеге мінбеймін. Мына тауға бір шығып алсам, топан су тобығыма да жете алмайды», деп айғайлайды. Алайда әкенің аты әр қашанда әке ғой. Оның үстіне пайғамбарлық рахымы да бар. Ол соңғы рет оны дінге шақырып, бүгін ешкімде Аллахтың әмірінен аттап өзін құтқара алмайды. Топан судан Аллахтың рахым еткендері ғана құтыла алады деді. Бірақ Кенан әкесінің бұл сөзін аяғына дейін ести алмады. Таудай бір толқын Кенанды бауырына тартып ілді де кетті. Осылайша үлкен 5 пайғамбардың бірі Нұхтың баласы әкесінің көз алдында өлім құшты. Бірақ бұл мейірім пайғамбарға оңай тимеді. Жаны күйзеліп, көзінен жас моншақтады. Нұх пайғамбар, оған Алланың сәлемі болсын, осы кезде қолын жайып, Хақ Тағалаға: «Раббым, күдіксіз ұлым менің әулетімнен ғой. Шындығында сенің уәдең хақ. Сондай-ақ сен ең тура үкім берушісің», деп жалбарынады. Худ сүресі 45 аят. Сонда Алла Тағала оған: «Ей Нұх, ол сенің әулетіңнен емес, өйткені ол бұрыстықтан таймады. Сондықтан сен білмеген нәрсені менен тілеме. Мен саған надандардың қатарынан болма», деп
насихат айтамын дейді. Худ сүресі 46 аят. Осы сәтте Хазірет Нұх дереу есін жиып, өзінің қателік жасағанын ұқты. Иә, жаратушы жаппар ие оған әулетіңді құтқарамын деп уағда еткен болатын. Бірақ пайғамбардың әулеті кім болмақ? Әрине иман келтіріп, дін жолымен жүргендер ғана. Сондықтан да пайғамбарға туыстық пен достық жағынан қанша жақын болса да, иман келтірмесе, ол бәрібір пайғамбар әулетінен, үмбетінен саналмайтын еді. Топан судың тартылуы. Топан су туралы ғалымдар арасында екі түрлі пікір бар. Бірінші топ топан су тұтастай жер бетін қаптаған десе, екінші топ топан су тек Нұхтың аймағын ғана басқан дейді. Қисынға салып қарасақ, екінші топтың айтқаны дұрыс сияқты. Өйткені су басқандағы мақсат кәпір елді жермен жексен ету емес пе еді. Топан су қаптағанда асау толқындар арасында Нұхтың кемесі ғана батып кетпей жүзіп жүрді. Кәпір атаулы түгелдей суға кеткен соң Аллах Тағала жер мен көкке әмір беріп: «Ей жер, міндетің аяқталды, суыңды жұт. Ей аспан, көк, қажетің қалмады, жауыныңды тоқтат» деді. Худ сүресі 44 аят. Аллахтың құдіретімен су тартылып, жауын тыйылды. Су тартылып жатқанда теңіз деңгейі бірте-бірте төмен түсіп, тау сілемдері аршылып, Құранның сөзімен айтқанда Жуди деген таудың басына барып тоқтады. Қасиетті Құранда соңында Алладан «Уа жер, суыңды жұт, уа аспан, нөсеріңді тоқтат» деген пәрмен келді. Сөйтіп су тартылды. Алланың қалауымен іс тәмам болды. Кеме Жуди тауының үстіне келіп тоқтады. Һәм залым қауым сол күйі құрысын, аулақ кетсін делінді. Худ сүресі 44 аятта баяндалады. Бірақ бұл таудың қай тау екені әлі күнге дейін бізге беймәлім. Жуди сөзі кейбір адамдар тау дегенге саяды десе, енді бірі ол араб тілінде биіктік деген мәнді береді деп айтады. Зер сала қарасаңыз, жер бетінде көптеген халықтар Нұхтың кемесін іздеу үстінде. Еуропа мен Азияның зерттеуші ғалымдары тауларды зерттеп, сол кеме туралы жорамалдар жасап жатады. Тіпті көптеген елдің өзінің Жуди тауы бар. Армяндар Арарат деген тауда тоқтаған деп болжам айтады. Мысалы, қазақ халқының өзі Қазығұрт тауын Нұх тауы деп, Қазығұрттың басында кеме қалған деп ата-бабасынан қалған сөзді айтады. Түркияның Ван көлінің оңтүстігінде Жуди деген тау бар. Сонда Аллах Тағала Нұхқа: «Ей Нұх, кемеден түс. Саған және сенімен бірге болған мұсылмандармен қатар мұсылман ұрпақтарыңа бізден амандық, бейбітшілік және берекет бар. Сондай-ақ топтар да болады. Оларға бұл дүниеде күн көріс мүмкіндігін береміз. Бірақ көп ұзамай, бұл өмірден өткен соң бұрынғы кәпірлер сияқты олар да біздің күйзелтуші азабымызға ұшырайды» дейді. Худ сүресі 48 аят. Кеме тоқтағаннан кейін жер бетінде тек иман келтірген жандар ғана болды. Бұл Хазірет Нұхтың үмбеті үшін ғажайып түсте еді. Олар Хақ Тағаланың нәсіп еткен амандық, бейбітшілік, берекет аясында жер бетінде құдды жәннатта жүргендей күй кешті. Құлшылықтарын алаңсыз атқарды, бір-бірлерімен тату-тәтті өмір сүрді. Бұл бірнеше ғасырға дейін жалғасты. Кейбір деректерде Нұх кемесі теңіз бетінде 6 айға жоқ жүзіп жүреді. Ибн Кәсирдің тәпсірінде кемеде Нұхпен бірге 80 ер кісі отбасыларымен бірге болғандығы айтылады. Олар 150 күн кемеде болған. Одан кейін Аллах кемені Меккеге бағыттады. Кеме Меккеде Қағбаны 40 күн айналды. Сосын Хақ Тағала кемені Жуди тауына бағыттады. Сол жерге барып тоқтады дейді. Екінші адам ата. Нұх пайғамбар көп ұзамай шариғат заңымен мемлекет құрып, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған мамыражай заман басталды. Адамзат ғұмырының қайтадан жалғасуына арқау болғандықтан Нұх оған Алланың сәлемі болсын, екінші адам ата деп аталды. Нұх оған Алланың сәлемі болсын, ең үлкен 5 пайғамбардың бірі. Оның сабырлығы, өткірлігі, қайсарлығы мұсылманға ғажап өнеге болды. Расында 1000 жыл бойы небір құқай мен қорлыққа шыдау үшін асқан төзімділік қажетті. Бұған қоса үнемі шүкіршіліктен таймады. Сондықтан да Аллах Тағала Құранда күдіксіз ол шүкір ететін құл еді дейді. Исра сүресі 3 аят. Жер бетіндегі адамдар
Нұх пайғамбар мен үмбетінен тарады. Құранда оның ұрпағын жер бетіне тұрақты еттік дейді. Хадисте бұл турасында Нұхтың 3 ұлы бар еді: Сам, Хам және Яфас деп оның балалары туралы хабар берілген. Уақыты жеткенде Нұх пайғамбар да өмірден озды. Артынан имандылық пен бейбіт өмірді қалдырды. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар.